Сәлеметсіздер, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Дидюко. Бүгін сіздермен бірге Токабукадан қалай заттар ашады жайында әңгімелесетін боламыз. Ал қызық болса кеттік. Ең бірінші Google-ге Happy Mode деп жазасыздар. Осылай жазасыздар. Арнаға былай көрсеткенмін, осылай жазасыздар. Бірінші тұрған ссылкаға басып кіресіздер. Сіздерде біраз оқу мүмкін, осылай біраз оқиды. Сіздер тосып отырасыздар. Сіздер осы Happy Mode'дан көшірсеңіздер, барлық Токабуканың ішіндегі барлық заттарыңыз яғни толық болады. Ашылып, бәрі солай болады деген сөз. Мен сіздер көрсеткенмін ссылкамен. Стрелкам көрсеткенмін, солған басып, осы Happy Mode'ды көшіріп аласыздар. Егерде Happy Mode'ды көшіріп, яғни Happy Mode'дан Токабуканы көшіре алмай жатсаңыздар, келесі видеода сол туралы айтатын боламыз. Ал көшіре алмай жатсаңыздар, пікірге жазып кетіңіздер. Осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Солай көшіре алмай жатырмыз деп, сол кезде мен шығаратын боламын. Happy Mode'дан қалай Токабука көшіреді деген сияқты. Енді сіздер Play Store'дан осы мен көрсетіп тұрған Токабуканы көшірген болсаңыздар, сіздер содан көшіріңіздер, мен білем. Өйткені сіздер Токабукада заттар ашылмайды, жабық деп жатқандарыңыздың себебі де сол. Сіздер Play Store'дан көшіруге сіздерге кеңес мүлдем бермеймін. Тіпті көшірмей қойыңыздар. Маған сенбесеңіздер, астындағы пікірлерді оқып, қарап көрсеңіздер болады. Мен тексеріп көрдім, Play Store'дан, Happy Mode'дан, екеуінен де Токабуканы көшіріп көрдім. Play Store'да прям заттар ашылмайды, бір-екі заттардан ғана болады екен, барлық заттар жабық, солай болады екен. Сондықтан да сіздерге Play Store'дан көшіруге кеңес бермеймін. Happy Mode'дан көшірсеңіздер, барлық заттар ашық, күшті болады. Сондықтан да сіздер Happy Mode'дан көшіріңіздер. Мына пікірлерді оқыңыздар, қараңыздар. Барлық адам көшірілінеді, бірақтан ішіндегі заттар ашылмайды. Сіздер бұны көшіргеннің өзінде сіздерге көп орын алады, память алады, яғни телефоныңыздың. Сондықтан Play Store'дан көшірмеңіздер. Астындағы пікірлерді оқып қарасаңыздар, мысалы мен жаңа барлығын оқып қарап жатырмын, мына қараңыздар, тіпті пікірлерге сан жетпейді. Барлығы ашулы, қараңыздар. Сондықтан да Play Store'дан көшірмеңіздер. Мен сіздерге Happy Mode'дан көшірген Токабукамды көрсетейін. Егер маған сенбей жатсаңыздар, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Қараңыздар, мен бұл Токабуканы Happy Mode'дан көшіргенмін. Қазір мен сіздерге көрсетем қалай болғанын, Happy Mode'дан қалай Токабука көшірілгенін. Сіздер менің видеоларымды қарап жүрсеңіздер, менде барлық зат ашық, барлық зат толық, күшті. Киноларымнан да көріп жүрген шығарсыздар, сериялардан, яғни қараңыздар. Менде барлық жер ашық, өйткені мен бұны Happy Mode'дан көшірдім. Мұнда барлық жер ашық. Қарап өтсеңіздер. Енді үйлерді көрсетейін сіздерге. Менде үйлер толық па, жоқ па дегенде. Осылай кіреміз. Қарап өтсеңіздер, менде барлық үй ашық. Жаңа заттар қосылған менде. Осылай барлық үй ашық, достар. Happy Mode'дан көшіріңіздер. Барлық үй ашық. Енді ішіндегі заттарды көрейік. Ішіндегі мендегі заттар толық па, қалай ашық бекен көрейік. Мына үйге кіріп көрейін. Қарап отырсаңыздар, менде барлығы ашық. Төсектердің барлығы ашық. Егер де сіздер Happy Mode'дан қалай Токабука көшіруді білмесеңіздер, яғни көшіре алмасаңыздар, видеоның астына, осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Қалай көшіреміз,
Happy Mode'дан қалай токабукқа көшіреміз деген сияқты жазып кетсеңіздер, келесі видеода мен сол видеоны шығаратын боламын. Қалай Happy Mode'дан токабуканы көшіруге болады деген видеоны шығаратын боламын. Сондықтан да сіздер солай жазып кетсеңіздер, мен шығаратын боламын. Менде қарап отырсаңыздар, барлық заттар ашық, достар. Сондықтан да Happy Mode'дан көшіріңіздер. Мында қарап отырсаңыздар, барлығы ашық. Ал олай болса, сау болыңыздар.